12 бөлім. Моңғол, главный қахол және принц қалай өлтірілді. Тараздан шыға берістегі ашық жолға түскен соң артта отырған екі келіншек қалғым мүлгуді бастады. Олардың ұйқысын бұзбалық дегенде Қадыр микрофонды өшіріп тастады. Айтпақшы дедім мен біраз жүрген соң. Ең басты сұрағымды ұмытып барады екенмін ғой. Моңғол мен варяг, варгон мен главный қахол және Одессадағы принц қалай өлтірілді. Анада осылар жайында айтамын деп едің ғой. Олар зауалдарын өз кінәларынан тапқан. Сен олар туралы әңгімені бастамай тұрып сұрайын. Осының бәрін қайдан білесің? Кез келген топ екінші бір топтың іс-қимылдарын бақылап отырады. Әсіресе атағы шыққан главарлардың не істеп, не қойып жатқандығы қылмыс әлеміндегілерге жасырын болмайды. Кейде кейбіріміздің ішкі майда істерімізді білмей қалуымыз мүмкін. Ал бірақ кімнің болса да ірі істер барлық каналдар арқылы бізге жетіп тұрады. Осындай істер белгілі болып жатқанда, главардың өлімдері туралы естімейді деймісің? Онда моңғолдың қалай өлтірілгенінен баста. Моңғол глава ретінде бар рахатты көрген адам. Бірақ оның рахаты ластерліктер арқылы келген рахат. Оның қаншалықты жұмақ өмірді бастан өткертесек те, үнемі қорқынышпен, алаңдаушылықпен күн көргені әлемге аян. Неге десең, ол бүкіл Ресей мафиясының тұтқасын қолыма ұстадым десе де, жалғыз жүру, жалғыз қыдыру оған мұң болды. Себебі оның аты шыққан сайын жауы да көбейе түсті. Айналасындағы қорғаушылар мен жандайшаптарының арқасында дүниеге белшесінен батып, ойына келгеннің бәрін істеп, өзінше қызыққа батып жүргенін қайтейін. Түнгі ұйқысы тыныш болмаған соң. 1993 жылдың аяғына таман Ресей мен басқа республикалардан оған текетірес тұлғалар мен топтар шыға бастады. Осыдан кейін бұрынғысы бұрынғы ма. Ол енді өз резиденциясынан далаға шығудан қалды. Шыға қалса оны 4-5 машинаға толатын 15 адамы қоршап жүретін. Бұрынғыдай отандық және шетелдік курорттарға демалыс орындарына бармайтын болды. Барысын өз ұясында жатып тындыра беруіне тура келді. Оның Ресейдің және басқа шетелдердің банктерінде қыруар ақшасы бар еді. Моңғол осы ақшаларды айналымға орынды түсіре білді. Сонымен қатар өзінің асқан әккілігі мен ақылдылығының арқасында тек өзіне ғана жұмыс істейтін бірнеше ондаған адамнан тұратын шайка құрып алды. Үкімет адамдарымен де жақсы қарым-қатынас жасап тұрды. Күндердің күнінде бұрындары бұған жұмыс істеп тұрған принц моңғолдың бұйрығын орындамауға көшті. Моңғолдың нарко бизнесі осы принц арқылы Одессадан Қара теңізбен ары қарай шетелге өтетін. Бірде принц моңғолға осындай нарко бизнестің бір партиясынан түскен ақшаны бермей қояды. Әрине, мұнда принцтің өзін құдай ұрған. Әйтпесе оған қалатын үлестің өзі де өте қомақты. Бірақ алтын көрсе періште жолдан таяды дегендей, үлеске қалатын $1 миллион гөрі моңғолға жөнелтілуі тиіс бірнеше миллиондаған долларды иемденіп қалу жақсы көрініп кеткен ғой оған. Сөйтіп принц сол миллиондар арқылы есірткі тасымалымен моңғолсыз өз айналыспақ болады да, Орта Азиядағы елдерге қарай өз адамдарын жібере бастайды. Алғашқыда жолы тәп-тәуір болғанымен, моңғол оны тыныштыққа қалдырсын ба? Өзін Мәскеудің қайта-қайта мазаландыра бергеннен қауіптенген принц Киевтегі главный қахолмен ауыз жаласады. Алайда моңғол мен оның адамдары бірте-бірте принцтің жұмыс істеуіне мүмкіндік бермей қояды. Сөйтіп главный қахолдың тікелей бұйыруымен бүкіл Украина мафиясы принцті қызғыштай қорғанымен моңғол ақыры дегеніне жетті. 1995 жылдың күзінде 2 баласы және әйелі 4-еуі қайнысының тойынан шығып, енді үйіне жете берген принцті бұрыштан оқ атқан біреулер жайратып кетті. Нақ осы жылы желтоқсан айында главный қахол өлтірілді. Айтушылардың сөзіне қарағанда Киевтің шеткі бір көшесінде оның бала кезгі махаббаты болгар әйел тұрады екен. Соған анда-санда барып тұрса керек. Барғанда жанына қорғаушыларын ертпей, ұрланып жалғыз барады ғой. Осыны білген жаулар главный қахол көлігін сыртқа қойып, өзі көңілдесімен қызыққа батып жатқанда машинасына бомба қойып кетеді. Түннің жарымда үйіне қайтпақ болып, еш нәрседен күдіктенбеген ол, машинасына отырып оталдыра бергенде күлі көкке ұшады. Бұл оқиғадан кейін Киевтегі бар рекет аяқтарынан тік тұрып, кінәліні шарқ ұрып іздесе де ештеңе өндіре алмайды. Содан олардың көңіліндегі күдік моңғолға ауады. Ал моңғолды қолға түсіріп одан жауап алу мүмкін емес.
Осыны ойлаған украиндар оның бір жақын адамын ұстауға тырысады. Осылайша главный Хохолдың кегі үшін ешнәрседен тайынбайтын 8 ержүрек жігіт Мәскеуге келеді. Бізге жеткен нақты деректер бойынша, осы 8 украин Мәскеуде варягты бір ай бойы аңдығанға ұқсайды. Олар 1996 жылдың ақпан айының соңында түн ішінде варягтың үйіне баса көктеп кіріп барып қолға түсіреді. Украиндардың да, тіпті варягтың да өзінің бақытына орай, сол түні ол ешбір қорғаушысыз, әйел бала шағасынсыз жалғыз жатқан. Варягтың бақытына қарай деуімнің себебі әлгі Хохол баскесерлері егер оның сол түні әйелі мен бала шағалары болған болса, өзімен қосып олар да түгел қырып кетер еді. Варяг сол күні мас болып келіп жанындағы қорғаушыларында, әйелі мен екі қызында балағаттап боқтап қуып жіберген екен. Бәлкім жазықсыз әйелі мен анау екі періштені бұл қырғыннан аман қалдырайын деп, Құдай әдейі оны осыған итермелеген де шығар. Кім білсін. Есіңде болса, сол өткен әңгімеде Мәскеудегі досымыз Жәңгір туралы айтып едім ғой. Варягты өлтіруге қатысқан Хохолдың біреуі осы Жәңгірдің жақсы досы екен. Ол кейін варягты қалай өлтіргендері туралы Жәңгірге айтқан екен. Жәңгір бірде осыны маған айтып берді. Оның айтуынша, деді Жәңгір, Хохолдар варягты жатқан жерінде бас салып қолға түсірген соң, ұрып соғып әбден қинапты. Саусақтарын мыжғылап, шаштарын бір-бірлеп жұлып, сорлыға көрмегенін көрсетіпті. Осындай қинаудан кейін жаны мұрнының ұшына барған варяг, главный Хохолды да, принцті де өздері өлтіргенін мойындапты. Осыны мойындатуға келген бұлар шындықты өз құлақтарымен естіген соң, варягты есік алдына шығарып, тура дәліздегі есіктің жанында дарға асыпты. Дарға асып қойса да қиқылдап-шиқылдап алдынан зәрі, артынан малағы шығып, тез арада жан тәсілім етпей қойыпты. Соны көрген әлгілердің біреуі оны тезірек өлсін деді ме? Жоқ, әдейі тағы қиналсын деді ме? Әйтеуір қатыгездіктің ұшына шығып, өзі қиналып тұрған сорлының қарнын пышақпен жарып жіберіпті. Сонда варягтың жерге сорғалаған қанымен бірге ішектері де шұбатылып түсіпті. Иә, айтып отырса сұмдық өлімге тап болған байғұс. Бірақ байғұсты мүсіркейтін адам емес еді ол. Өзімді көрген варягты, жүзінен бір жылылықтың тағы білінбейтін қатыге жан еді. Оның көздерінен ажалына асығып жүрген бір жаман нышанды байқаған едім мен сонда. Осы варягтың ірілі-ұсақты атқарған істері жайында естуің бар ма? Сенің айтуыңша ол моңғолдың исполнителі ғана сияқты. Ал Ресейдегі Сухов деген жазушы Законный вор деген бірнеше томдық кітап жазып, онда варягтың атын аспанға шығарып, жеңілмейтін қаһарман етіп көрсетіпті. Қадыр менің бұл сұрағыма езу тартып күлді де, сен кеңестер одағы тұсында теледидар арналары әр жыл сайын көрсететін «Көктемнің 17 сәті» деген көп сериалды киноны көрген шығарсың деді. Қайта-қайта көруші едік қой дедім мен. Көрсең сөзімді бөлмей менің айтпағымды тыңда. Сол фильмдегі стилистің іс-әрекетіне сенесің бе? Түсіндіріп айтсам, анша-мұнша ақымақтар мен ашық ауыздар қызмет атқармайтын Берлиндегі СС пен Гестапоның төлиясында бір ғана шпион стилист соншалықты тыңшылық жұмысты атқаруы мүмкін бе? Немене? Сонда немістердің бәрі ақымақ болып, бір ғана стилист асқан ойлы, ақылды болған деймісің? Біле білсең, кинодағы стилист жиынтық образ. Яғни бірнеше шпиондардың іс-әрекетін бір адамның басына жиып беріп, бәрін сол істеген етіп шығара салған ғой. Стилист Исаев деген тыңшының прототипі. Ол соғыстан кейін көп жыл өмір сүріп 80-ші жылдары Мәскеуде өз ажалынан өлген. Бұл жерде осынша оқиғалардың басын біріктіріп, бір адамды ерекше тыңшы етіп көрсете білген жазушы Семеновтың фантазиясына таңғалмасқа шараң жоқ. Сен айтып отырған Суховта бүкіл Ресей мафиясының белді мүшелерінің тірліктерін варягқа теліп, әлгі кітапты жазып шыққан. Оны мен де оқығанмын. Онда жазушы қиялмен жазылған адам сенбестей оқиғалар жүда көп. Ол батыс фантазер жазушыларына еліктеп жазылған дүние. Онда варяг қолға түспейтін шайтан секілді. Кез келген қарсыластарын жер қаптырып кететін әккіде айлакер. Соған қарамастан оны әр жерде бір түрмеге түсіреді. Түрмеде оған жақсы өмір сүргізіп қояды. Тіпті ол түрмеде жатып алыс жақын шетелдегі әріптестеріне, сондай-ақ түрме бастықтарына айтқанын істететін король болып шыға келеді. Осының бәріне ақылды адам сене ме? Бағана таластың жағасында отырғанда жігіттердің бірі айтты ғой. Варяг туралы кітап жазылып, оны ұлттық батыр ретінде көрсетіпті деп. Сол айтпақшы, кітап, баспа,
Жарнама дегендер бір адамның атын әлемге мәшһүр етіп жіберетін мықты құрал ғой. Әйтсе де кісі өлтіру мен тыңдаудан басқаны білмейтін тіміскі баряктың аты осы кітап арқылы ұлы баряк болып тарихта қалды. Ал Монғолдың өзі Ресейдің бірде-бір қаласында емес, Англияда қалай атылып жүр. Оның өліміне қатысты жорамалдар көп. Мұның нақтысын, яғни не үшін өлтірілгені жайлы ірі главарлардың өздері де білмейді. Ендеше бұл өлімге өте жоғары лауазымды адамдардың қатысы бар екені көрініп тұр. Өйткені Моңғол Ресей мафиясын сол үкімет адамдармен бірлесіп жасады ғой. Ал мафияға араласқан үлкен шенеуніктер өз қылмыстары ашылып қалмау үшін еш нәрседен тайынбайды. Бәлкім оны біреулер уақытша пайдаланып алып, кейін қажет болмаған соң қағып тастау керектігін ойлағанда болар. Қалай десек те бұл әбден ойластырылып жасалған жұмыс. Әйтпесе Лондондағы ең қымбат, ең қауіпсіз болып саналатын, тек мемлекеттік масштабтағы шенеуніктер ғана жататын қонақ үйдің бөлмесінде кім оны ешкімге білдірмей атып кетті. Әшейінде әжетханаға барса да жанынан бір ел қалмайтын оққағарлары сол сәтте қайда қалды. Бәрін болмаса да Монғол олардың бір-екеуін жанынан қалдырмас еді ғой. Мұнда құпиясы ешқашанда ашылмайтын, ашылса да таяу уақытта айтыла қоймайтын үлкен бір гәп бар. Ригада баяғы өздерінен таяқ жейтін вагоны кімдер пойыздың астына тастап жүр. Сол жайында айтшы. Әй, ол бір жүрген алаяқ еді ғой. Даугава ресторанда бір поляк қыз үшін өзінің досымен төбелесіп қалыпты. Қыздың көзінше әбден таяқ жеп қалған әлгі досы 5-6 жолдастарын ертіп келеді де, одан өтірік кешірім сұрайды. Содан өлгенше іштіріп далаға алып шығарады. Далаға шыққан соң бәрі жабыл ұрып талдырып тастайды. Сол маңнан пойыз жол өтсе керек. Жаңағылар вагонның аяқ қолын байлап, темір жолға әкеледі, кетіп бара жатқан пойыздың доңғалақтарын астына лақтырып жібереді. Сөйтіп қарны тойып, таза су ішкен жері Қазақстанды менсінбей кеткен бәтшағардың ажалы өз бауырларынан болды. Қадыр осы әңгімелерін айтып болғанша Шымкентке де келіп жеттік. 11-ші мөлтек аудан арқылы жүріп, Тәуке хан даңғылына шықтық. Содан тіптіке жүре отырып Қолыс маңындағы біздің үйге маңдай тіредік. Ал Қадыр, Қанипа, аттан түсіп үйден дәм татып кетіңдер дедік оларға әйеліміз екеуміз. Қашанда қазақтың салт дәстүрі мен ырым жоралғыларын қадірлейтін Қадыр. Жарайды, ет астырып білем қазы жемесек те, баспанаңа кіріп нанау істейіп кетейік деді. Келесі бөлім. Алекс не үшін атылды? Содан бәріміз үйге кірдік. Дастархан басына жайғастық. Айтпақшы Қадыр, Орынбордағы қазақтар мен кавказдардың және Пантамас сайгактар тобының қырғыз әрекеттері мен атысы жайында айтып берші. Мен білсем Балтабай осы атыс үстінде өлді деймін. Жоқ, Балтабайдың өлімі атыс үстінде болған жоқ. Алдымен жаңағы Орынбордағы оқиғаны айтып берейін. Одан соң Пантамас жігіттері мен Балтабайдың өлімі жайында айтып беремін. Орынбордағы оқиға баяғы Жаңаөзендегі болған қырғынға байланысты еді. 1989 жылы шілдеде болған Жаңаөзендегі оқиға есіңде шығар. Онда қазақ жігіттері ұйымдасып, бір күннің ішінде жергілікті ұлтты әбден басынып, құтырып кеткен кавказдықтарды Каспийдің ар жағына асырып жіберген жоқ па еді. Біздің халық жуас, бірақ бір көтерілсе, кез келген жауды жапырып жіберетін батыр емес пе? Алайда сол Жаңаөзен көтерілісі әлі күнге дейін оң бағасын алған жоқ. Ол кезде халықтар достығы саясатын берік ұстаған коммунистік партияның көбесі сөгіле бастағанына қарамастан, біздің ұлтжанды патриот деген ағаларымыз көтерілістің нақты себебін ашық айта алмай, кібіртік дегендері бар. Ал шынтуайтына келгенде барлық пәленің басын шығарған кавказдықтардың өздері. Шіркіндер кейде емес-ау, барлық кезде сәл қарындары тойынса болды, қай шаңырақтың астында жүргендерін ұмытып кетеді. Мұнда жүрген олардың кейбірі болмаса, бірде-біреуінің маңдайы теріліп қара жұмыс істеп жүргенін көрмейсің. Өңкей ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүрген біреулер. Ол кезде біздің оңтүстік өңірде асхана шаруашылығы мен сауда-саттық жұмыстарында өзбектер қандай мол болса, батыс Қазақстанда осындай мекемелерді кавказдықтар басып кеткен еді. Әрине мұнда қазақтар ондай жұмысты атқара алмайды дегенді айту тіпті ұят. Сауда-саттық пен тамақ пісіруге ие болмаса, қазақтар қазірде екі қолдарын алға жайып бос отырар еді. Айналаңа қарашы, қазіргі заман талабына сай тірліктер мен әрекеттердің қайсысынан қазақ кем қалып жатыр. Осы жерде әңгіме тақырыбынан бөлек болса да, мынаны айта кетейін.
Бұл да жоғарыдағы айтқан ойымның бір жалғасы іспеттес. Кейбір интеллигенция өкілдері иегінің астынан басқаны көрмейтін ауылдағы шала сауатты адамдарға ұқсап, өзі қазақ бола тұра қазақ халқын жамандай жөнелетініне қаным қайнайды. Ондайлар қанша пысықпын деп жүрсе де, ел аузына іліге алмайды. Не халық жадында қалатын бір іс атқара алмайды. Әйтеуір көптің бірі болып жүрген бір дүбәрі адамдар. Әрине ондайлар қазақ деп аттан салатын қарапайым. Бірақ та кеудесінде ұлт намысы ойнап тұратын жігіттердің қатарына да ілесе алмайтыны бесенеден белгілі. Жаңағы қазақтан ұрлап, қазақтың арқасында тойынып есіріп жүрген жаңаөзендік кавказдықтарды қуған қазақтың сондай қарапайым жігіттері еді. Олардан үрккен кавказдықтар екі аяқтарын қолдарына ала салып қашқан кезде, жай кетпей қазақтарға кектеніп кетеді ғой. Сол оқиғадан кейін олар теңіздің ар жағына шыққан бірлі жарым қазақтарды өлтіріп, болмаса тонап маза бермеуді шығарады. Оның үстіне еліміз егемендік алардан сәл бұрын 1991 жылы Оралдағы қазақтардың бас көтеру оқиғасы да Орынбордағы атыстың алғы шарттарының бірі болды. Ұмытпасаң, сол жылы Оралда қазақтар өз республикасын жариялауды көздеген еді. Жаңаөзен оқиғасы арнайы ұйымшылдықпен емес, жастардың ойда жоқта стихиялы түрде бірден бас көтеруінен басталса, Оралдағы қазақтар жиынын болдырмау базбір жігіттердің басқаруымен іске асқан шаруа еді. Оған әсіресе Азат партиясының жетекшілері көп еңбек сіңірді. Дәл сол кезде Шымкенттегі біздің жағдайымыз өте жақсы болатын. Мен азаттықтарға қолымнан келгенше ақшалай жәрдем көрсеттім. Өзім сол уақытта соқыр шегімді алдырып, ауруханада жатқан едім. Сондықтан да азаттықтарға ілесіп, ол жаққа бара алмадым. Есесіне онда біздің біраз жігіттерді жібердім. Алдымен Құдайдың, содан соң өз жігіттерімізбен Азат партиясының белсенді қарсылығының арқасында орыстың шовинистік күштері дем берген казактардың ойлағаны іске аспай қалды. Содан бастап кавказдықтар секілді казактар да қазақтарға өштесіп алды. Олар да шетке шыққан жеке қазақ жігіттерін аямауға көшті. Сол жақта Орынборда Әліпбек деген жігіт басқаратын тек қана қазақ жігіттерінен құралған рекеттер тобы болды. Әліпбекті Ресейде де, Қазақстанда да өз атымен атамай Алекс дейтінбіз. Алекс шекара бойындағы Орал-Орынбор жолын өз құзырында ұстады. Осының арқасында ары-бері жүк артқан қазақ бизнесмендері Ресейдің мұздай қаруланып, жол торитын рекеттеріне салық бермей аман-есен өтіп жүрді. 91 жылдың аяғында Алексті Орынбор вокзалына біреумен разборкаға бара жатқан жерінде грузиндер атып кетті. Бір ол емес, машина ішінде отырған тағы 3 жігіт бірдей опат болды. Ал бұлардың артында келе жатқан екінші машинадағылар оқ атқан Жигулиді танып қояды. Ол Жигули Орынбордағы бір ресторанның директоры болып істейтін Мұртаз деген грузиннің машинасы болып шығады. Содан 2-3 күннен кейін Алексттің бар жігіттері жиналады да әлгі Мұртаздың ресторанына келіп ойнақ салады. Айналасы 20 минуттың ішінде ресторанның түгін қалдырмай қиратып тастайды да тайып тұрады. Енді пәле миллион сомға шығындалған Мұртаз қарап жатсын ба? Бірақ бұзықтар арасындағы даудамайға милицияны араластырмайтын дәстүр бойынша Алексттің тобынан өз бетінше кек алмаққа бекінеді. Сөйтіп ресторан оқиғасына қатысы бар деген 1-2 қазақты қапысын тауып көзін жояды. Бұлай кете берсе шеттерінен қырыла беретін білген Алексті оң қолы атанған түгел Толик Қазақстандағы аты шыққан главарларды шақыртып көмек сұрай бастады. Сонда Алматыда Пульс, албансилар енді бас көтеріп келе жатқан. Ақтөбе мен Оралда, Өскеменде біраз топтар құрылғанымен, олар әлі одақтық масштабтағы разборкаларға қауқарсыз еді. Осыған байланысты олардың ешқайсысы Орынборға бара алмағаны былай тұрсын, еш болмаса сөзбен де көмек бере алмады. Тек Шымкенттегі біз ғана Толиктің шақыртуын қабыл алдық. Сөйтіп бар нәрсеге дайын 13 сарбазымды ертіп, Орынборға жол тарттық. Орынборға келгенде бізді Толик бастаған 10 шақты жігіт вокзалда қарсы алды. Алексті танығанымен Толикті бұрын көрмеген едім. Бойы кішкентай болғанымен денесі мығым, көздері от шашып тұрған қара сұр, суық жүзді жігіт екен. Бір-бірімізбен етене танысып алған соң іске кірістік. Содан бар жағдайды талқыласып алған соң Мұртазды кездесуге шақыратын болып келістік. Оған кездесетін жерімізді және уақытымызды хабарлауға Толиктің жігіттері кетті. Мұртаздың енді көздеп отқан мақсаты не деп сұрадым. Не болушы еді? Әлгі біз қиратқан ресторанды қайта орнына келтіру үшін жұмсалатын ақшаны талап етеді. Мен ойланып қалдым. Сұмырай 6 қазақты өлтірген аздай, енді ресторан үшін ақша сұрамақшы ма? Жарайды, кездескен кезде оны сұрап көрсін. Сұрағына бір амал табамыз.
Ал енді әнеугің сенің бізге жіберген жігіттерің маған онша түсіндіріп айта алмады. Өзің түсіндіріп айтшы. Алексті олар неліктен атып жүр дедім. Алекс пен Мұртаздың арасында бәсекелестік бұрыннан да бар еді. Алекс грузиндерге орынбордан орын бергісі жоқ. Маған тіпті орыстар үндемей жүргенде қаланың палаженісі болам деген бұған не жоқ. Бүкіл Кавказын көшіріп келсе де мен оған бағынбаймын деп жүретін. Екеуі кездескен жерде сөзбен айтысып, ерегіскендерімен ашық айқасқа шыға қоймайтын. Сірә Мұртаз Грузиядағы емес, Мәскеудегі грузиндердің бұзықтарына көп сенетін. Бәлкім Алекстің көзін жоюды сол мәскеуліктер нұсқаған болар. Оның үстіне осы жердегі казактарда Мұртазға қосылып бізге қарсы бас көтеріп жүр. Сол күні вокзалға қандай разборкаға бара жатқан еді? Анығын мен де білмеймін. Онда мен Саратовта жүредім. Жігіттердің айтуы бойынша Алекс алдында біреумен телефонмен сөйлесіпті де, вокзалда кездесеміз деп келіскенге ұқсайды. Соған бара жатқанда анадай жағдайға ұшырады. Оқ атқандар Мұртаздың Жигулинде отырғанын қайдан білдіңдер деп сұрадым. Жігіттердің ол машинаны танымай көздерін шеліп басып па? Сонда да анық қанығына жетпей ресторанын бекер қиратқансыңдар. Мейлі, амал не? Болар іс болды. Ендігісін Мұртаздың өзімен сөйлескенде көрерміз дедім. Бірер сағаттан соң Мұртазға жіберген жігіттер келді. Не болды? Қалай қарсы алды деп сұрадық біз. Шарап ішіп, өңкей орыстың сұлу қыздарымен думан құрып отырған грузиндердің арасынан аман жеткенімізге тәуба. Немене? Қазақстаннан қосымша күш шақырып күштеніп отырсыңдар ма? Қазір өздеріңіз залогқа алып қалып қалғандарыңның мыстарын құртайын ба? Жарайды. Сендер сөз тартушы елшісіңдер ғана ғой. Сондықтан да өздеріңе тиіспеймін. Айтып бар анау Толигіңе. Содан соң Қазақстаннан келген Ұзынтұраңа. Біз олардың шақыртуын қабыл алдық. Сағат тура кешкі 6-та қаланың шет жағындағы қоқыс төгетін сайдың арғы бетіне келсін деді Мұртаз. Таңым бар. Олар Қазақстаннан келген сіздер жайлы қайдан біліп қойған деді олардың бірі. Олар да қарап жатпайды. Сендердің не істеп не қойғандарың жайында астыртын хабар алып тұрады да. Мұндай тыңшылықтың Мәскеу рекеттері бұрыннан бері қолданып жүргенге ұқсайды. Жаңа өздерің айттыңдар. Бұлар мәскеуліктермен тығыз қарым қатынаста деп. Солар бәрін үйретіп отырды дедім. Содан кешкі сағат 6-та Толиктің бастауымен Мұртаз шақырған жерге бардық. Орынборды бұрын кім көрген? Айналасын бәрі мидай жазық дала екен. Олардың қала қоқысын төгетін сай деп отырғандары біздің ауылдағы кішкене жырамен бірдей ғана. Біз межелі жерге жақындай бергенде жыраның арғы бетінен 7-8 жеңіл машина көрінді. Бізде 7-8 машинаға мінгенбіз. Бір-бірімізге жақындап келіп тоқтадық. Грузиндердің бәрі машинадан түсті. Бәрінде қару бар. Ол кезде барлық жерде қандай да болмасын бір разборкаға қаруланып келу рекеттердің машығына айналып қалған. Грузиндер жерге табан тіреген соң бізде қаруларымызды оңтайлап сыртқа шықтық. Кто отвечающий деп айқайлады біреу олардың арасынан біз жерге түскен соң. Мен деп дауыстадым қалғандардан 5-6 адам алға шығып. Осы кезде олардың ішінен орта бойлы, 4 денелі мұртты біреу шығып маған жақындады. Мұртаз деп қолын берді қасыма келген соң. Қадыр деп өзім таныстырдым. Мұртаз бірден өз халқына тән қызуқандылықпен шаптығып сөйлей бастады. Оның айтуынша Алексдің өліміне өзінің еш қатысы жоқ екен. Мына қазақтар бекерден бекерге өзінің ресторанын талқандап оны банкротқа ұшыратыпты. Қысқасы ол сонда өзін өзі ақтап-ұзақ сөйледі. Және ресторан үшін төлем алмай қоймайтынын, егер ұсынысы орындалмайтын болса еш нәрседен тайынбайтынын айтты. Мұртаз дедім мен ол сөзін бітіргесін. Сенің 1348 нөмірлі шоқаң бар ма еді? Түсі қызыл. Ол оны қайдан білдің дегенде маған аңтарыла қарады. Болса несі бар деді сосын. Болса несі бар емес. Алексдің машинасына тура сол Жигулиден оқ атқан. Және оны көрген адамдар бар. Ол Жигулимен барғандар Алексті бірақ машинамен келе жатыр деп ойлаған. Ал шынында оның артында страховка болып, екінші машина келе жатқан. Онда 4 жігіт отырған. Осы 4-еуі сенің машинаңды таныған. Сол үшін де алдымен бұлар емес. Бұлардың алдында сен жауаптысың. Дәл қазір Алексті не үшін өлтіргеніңе жауап бер. Бұдан басқа Толик тобындағы тағы да 3 жігіттің көзін жойдым. Айтшы, адамның өмірі қымбат па, жоқ әлде қираса да қайта орнына келтірілу оңай мүлік қымбат па?
Алты боздақты жер жастандырып алып ресторан мүлкін қайта жаңғыртып бер дегенің қай басынғандығың? Әлде өзіңнен басқа мықты жоқ деп ойлайсың ба? Менің айтарым құнды болар емес. Сен төлеуге міндеттісің. Әйтпесе қанға қан деген принципке кетеміз. Менің сұм басып кетті ме, ол жауап қайтара алмай, арттағы өз жігіттеріне жалта-жалта қарап тұрды да, жарайды. Егер Алексті менің өлтіргенімді дәлелдей алсаңдар, онда мен паспын. Ал дәлелдей алмасаңдар, айтқаным айтқан деді де, жалт бұрылып өз адамдарына қарай жүре берді. Тоқта Мұртаз, әңгімеміз біткен жоқ. Сен жүре сөйлемей, еркектерше көзге қарап сөйлесейші деп айқайладым. Ол бұрылған жоқ. Машинасына мінді сөйлемеген күйі жөнеп берді. Егер дәл сонда мен жігіттерге басыңдар деп айқайлаған болсам, қаны қарайып тұрған Толик тобы бірде-біреуін тірі жібермес еді. Алайда ол кезде жүйкем мықты, әрістің артын бағатын сабырлы едім. Осылайша Мұртазбен болған дауда ештеңе тындыра алмадық. Алдында Толик ол жайында бетпе-бет келуден тайсақтайтын қорқақ, тек сырттан оқ атуға шебер деп еді. Айтқаны рас екен. Мұндай ту сыртынан желкіңе жебе қадайтын қорқақтар ең қауіпті жаулар. Сол үшін де Шымкентке қайтарда Толикке: абай болып жүріңдер, біраз уақыт үнсіз қалыңдар. Қайтер екен. Егер қайта әуеніне басатындай болса, маған хабарласыңдар деп айтып кеткенмін. Бірақ біз кеткесін Толик өзінше іске кірісіп, бір күні Мұртаздың екі жандай шабын қолға түсіріп алады. Оларды машиналарына салып алып, айдалаға апарып әбден ұрып соғып қинайды. Ақырында өлтіріп, денелерінде жасырмай ашық далаға қалдырып кетеді. Оның ертесіне тағы біреуін түнде көшеде атып кетеді. Қас қылғанда ана өлмей қалып, бұлар мінген машинаның нөмірін жаттап қалады. Кейіннен оны ауруханаға апарғанда, ол сұрап алып келген милицияға машинаның нөмірін айтып қояды. Содан сол түн-ақ машинаның иесі қамалады. Әрине ол Толиктің адамы ғой. Бұл жайдан хабар алған Толик бір күн өткен соң алды-артын ойламастан жанына 3 жігітін ертіп алып, түн ішінде Мұртаздың үйіне шабуыл жасайды. Әлбетте, Мұртаз үйінде қарусыз және жалғыз жатпасы белгілі. Сөйтіп қып-қызыл атыс басталады. Үй ішіне тығылып алғандарға оңайлықпен оқ тиюші ме еді. Осыны ойлаған Толик қолындағы гранатаны мылтығы атылып жатқан Мұртаздың терезесіне лақтырып жіберейін деп, үйге қарай жүгіріп бара жатқанда тура ішінен оқ тиеді. Бақытына орай сонда да мықты екен. Құлап бара жатып гранатаны лақтырып үлгереді. Граната көзделген жерге түскенімен өзі де өлім құшады. Ал жаңағы жарылғыш түскен бөлмеде Мұртазбен бір казак отыр екен. Казак сол жерде жан тәсілім қылады. Ал Мұртаз жедел жәрдемнің ішінде көз жұмады. Кезінде бұл оқиға күллі Орынборды дүр сілкіндіріп жіберген еді. Газеттерде бұл туралы жарыса жазып жатты. Ал Толикпен бірге Мұртаздың үйіне барған жігіттерге кейін не болды? Оларды Орынбор милициясы шетінен ұстап алып, алдын 15 жыл, артын 3 жылға дейін соттады. Ал осы оқиғаларға қатысы бар бірде-бір кавказдық, бірде-бір казак сотталған жоқ. Енді Балтабайдың өлімінің себебін айтшы. Балтабай марқұм Қазақстан мен Өзбекстанның, сондай-ақ Бішкектегі қатаң режимдегі түрмелерге есірткі зат тасумен шұғылданатын. Сондықтан да ол түрімшіктердің арасында зор беделге ие еді. Өзі бұрын балон ұрлайтын Пантамас тобындағы көп сайгақтардың бірі еді. Кейін осы жұмысты қайдан тапқанын білмеймін. Есірткі саудасымен айналысып кетті. Бішкекке әр барған сайын бір ғана наша емес, КамАЗға артып балонда апарып жүрді. Көп уақыт осындай іспен шұғылданып қырғыздардың әбден сеніміне кірген ол, бірде олардан пәлемің дана балон әкеп беремін деп, аса ірі мөлшерде ақша алып кетеді. Бұрында көп ақша көріп жүрген Балтабай қырғыздардың пұлын көргенде, түлен түртіп өз-өзінен бұзылады. Осылайша Бішкекке бармай қояды. Жерде жатқан дүние барма. Арада біраз уақыт өткенде Шымкентке жоғын іздеп қырғыздар келеді. Олар да Қырғызстанда мендеп жүрген жігіттер болса керек. Мұнда келгесін оп-оңай Балтабайды тауып алады. Балтабай болса олармен айтысып ақшасын қайтармайды. Оның жанындағы көп жігіттерден бата алмаған қырғыздар мысы құрып, енді Балтабайдың жалғыз қалған кезін аңдып Шымкентте жүре береді. Күндердің күнде рестораннан бас болып шыққан оны үйіне дейін аңдып барады. Балтабай машинасынан түсіп гаражының есігін аша бергенде, қырғыздар оның ту сыртынан бір-ақ атады. Ал енді оны қырғыздар атып кеткенін қайдан білдің дейсің ғой. Олар Балтабайдың өлігінің үстіне бізге қарыз болған әрбір адамның ақыры осы деп тілхат жазып кетіпті.
Фантомастықтар кейін тіл қатты оқыған соң, оны анық қырғыздар өлтіргеніне көздері жеткенмен ештеңе істей алған жоқ. Әрі келген қырғыздардың қай қалада тұратынын, сонымен бірге аты жөндерін де білмейді ғой. Балтабай қырғыздармен болған атыста өлді деген сөз біреулердің шығарып жүрген әңгімесі. Әйтпесе мұндай атыс ешқашан болған емес. Осындай информацияның бәрі саған қандай каналдар арқылы келуші еді? Сен де қызықсың, Момбек. Мен ұзақ уақыт бойы бір-бірінің аяқ алысын аңдып, біліп отыратын рекеттер ортасында жүрдім емес пе? Бұған қоса главар болған маған кімнің не істеп жатқаны жайындағы хабарлар сымсыз телефондар арқылы келіп жататын. Ондай істе өз әріптестерің мен қарсыластарыңның әрбір қадамына көз салып отыруың керек. Иә бауырым, мұндай жолдан екінің бірі өте алмасы анық. Маған әңгімелеріңді айтып отырып Қадыр кейбір оқиғаларда өкініш білдіріп жаттың. Меніңше сен бар ісіңді адал атқарғанға ұқсайсың. Қайдам, мені біреулер әлі күнге дейін қаныпезер, кісі өлтіргіш адам ретінде санайды. Көптің аузына қайтып қақпақ боласың. Көзіңе мақтағаным емес, Қадыр. Сен бәрібір ақылды да, тәуір разборщик болғансың. Осы әңгімеміз біткенше кеште түсті. Қадыр мен Қанипа екеуі қайтуға жиналды. Ал Момбек деді қайтарда Қадыр. Ең бастысы шай ішіп нан ауыз тидік. Әлі талай келіп, үйіңді аунап қонып жатармыз. Қазірше рұқсат берсең біз тұрайық деді ол күліп. Сол кездесуден кейін Қадырды әлі көргенім жоқ. Бірақ таныстар арқылы сырттай хабарын біліп тұрамыз. Бір кездері бүкіл Қазақстанға, сондай-ақ бірнеше елдегі белгілі топтардың арасында аты кеңінен мәшһүр болған ер Қадыр бұл күндері өз елінің құрметіне бөленген шаруашылық адамы болып жүр. Ендігі өмірін туған жерді көркейтуге арнағанға ұқсайды. Бұл да дұрыс шығар. Кейде мен ойлаймын, анау жоғары парламенттегі сессия кезінде бір ауыз пікір айта алмай қалғып мүлгіп отыратын кейбір депутаттардың орнында осы Қадыр отырса қалай болар еді деп. Бәлкім сонда көп жылдан бері халқына айта алмай жүрген талай жақсы ойларын биік мінбеден еліне жеткізіп айта алар еді ол. Иә оқырман, сөз соңында дүние үлкен көл. Замана соққан жел деп айтар болсақ, сол дүниенің ыстық суықты көліне шомылып, небір дүрбелеңге толы қиын қыстау заманның соққан желіне қасқайып қарсы тұрған қазақта айбарлы батырда, айдарлы шешенде өткен. Бірақ қылышынан қан тамған кеңестер одағы тұсында да, сондай-ақ жазылған заңы, белгілі тәртібі бар мына мемлекет ішінде бір кездері өзінше ұйым құрып, тіршілік жасаған қаһарман Қадырды кім дейміз? Сөз орнына пышақ, мәміле орнына қару жүретін осынау заманда, шешен тілі мен арыстан жүрегін ортаға салып, талайдың сауабы мен талайдың ыза кегіне қалған бұл Қадырды бүгінгінің баһадүрі десек те болар-ау. Мүмкін анадан ер боп туған бүгінгі қазақтың нағыз азаматы десек те жарасар. Бірақ мен Қадырдың жан дүниесіне қанша үңілсем де, оның бойына біткен қасиетінің шын сырын аша алмаспын ау деп ойлаймын.